Қария әйел түрменің қақпасынан шықты. Күннің жарығы көзін қарық қылып, ол алақанымен бетін көлегейлей тұрып, бір сәтке тоқтап қалды. 20 жыл сұр қабырғалар, темір торлар, күзетшілердің суық қарасымен сықырлаған төсек үстінде өткен түндер. Енді соның бәрі артта қалды, бірақ жан дүниесінде бос кеңістік пен қорқыныш қана қалды. Ол өзін бөтен бір әлемде адасып жүргендей сезінді. Қолындағы кішкентай түйіншекте бірнеше зат, ескі орамал, және кезінде ауыр күндерде жұбатқан камерадағы көршісінің хаты ғана бар еді. Бостандыққа шыққанымен өзін әлі де жат сезінді. 20 жыл ішінде әлем өзгеріп кетіпті, жаңа үйлер, бейтаныс дүкендер, көліктердің дауысы, адамдардың телефондарынан шыққан қатты әуен. Бәрі бөтен, бәрі суық көрінді. Бірақ бір ғана ой оған күш беріп алға жетеледі: қызы. Сол кішкентай қыз ол кезде небәрі 10 жаста болатын. Қария оны соңғы рет сот залында көрді. Арық денелі, қорыққан бала бір кемпірдің құшағына тығылған. Көздері жасқа толы, үрей мен мұң ғана бар еді. Ол кешір мені, мен ораламын деп айқайламақ болды. Бірақ сөздері халықтың гуілі мен судья балғасының тарсылында жоғалып кетті. 20 жыл бойы ол күн сайын, түн сайын бір ғана үмітпен өмір сүрді. Қызы Айдана одан теріс айналмайды, кешіреді, мүмкін болса немерелерін көруге мүмкіндік береді. Ол мың рет елестеткен, таныс есік, дәлізден шыққан аяқ дыбысы. Және табалдырықта пайда болған ересек әйел бейнесі. Сол сәтте анасы тізерлеп тек бір ауыз сөз айтады: кешір мені, қызым. Қаланың көшелері таныс болса да, бәрі бөтен көрінді. Аяқтары дірілдеп, көзі бұлдырады. Жолыққан әр адам оны танитындай, айыптайтындай сезілді. Ол көзін тайдырып асыға жүрді. Жүрегінде бір ғана мекенжай бар, қаланың шет жағындағы ескі үй, кезінде күйеуі мен қызы Айданамен тұрған. Күйеуі әлдеқашан қайтыс болған, ұят пен ауыр күйзелісті көтере алмай. Жүрегі құрылыс басында тоқтаған еді. Қызы сол кезде жалғыз қалған. Қария жылдар бойы Алладан оның жақсы адамдардың қолына түсуін, тастанды болып кетпеуін тіледі. Таныс есікті көрісімен таныды, түсі өзгерген, қабырғалары ескіріп кеткен. Жүрегі дүрсілдеп, қолы қалтырап, түйіншектегі орамалды жерге түсіріп ала жаздады. Ол есікті қақты. Ар жағынан аяқ дыбысы естілді, сенімді, баяу қадамдар. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Есік ашылды. Табалдырықта шамамен 30-дардағы әйел тұр. Сымбатты, күтімді, шашы жинақы, көзі қатал. Қария бірден таныды, бұл Айдана, сол көздер, бірақ енді жылу жоқ, тек мұздай су. Сіз кімсіз? Деді әйел, даусы салқын, бөтен. Қария сасып қалды, сөз тамағына тығылып әрең шықты. Бірақ соңғы күшін жинап: қызым. Мен ғой, анаңмын, деді сыбырлап. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Айдана оған бөтен адамға қарағандай үнсіз тұрды. Көзі одан сайын суық тартты. Менің анам жоқ, деді ол баяу, бірақ анық. Менің анам мен үшін 20 жыл бұрын өлген. Қарияның тізесі бүгіліп әрең тұрды. Қолындағы түйіншекті жүрегіне қысып дірілдеп тұрды. Қызым, мен бәрін түсінем, мен кінәлімін. Бірақ мен сен үшін ғана өмір сүрдім. Тек сен туралы ойлап келдім. Кешір мені, даусы өксікке айналды. Айдана ернін тістеді. Кетіңіз, менің балаларым сізді көрмесін. Олар сіз туралы ештеңе білмейді, және білмеуі керек. Балалар деген сөз қарияның жүрегін тіліп өтті. Демек, немерелері бар. Бәлкім, бір сәтке болсын, алыстан көруге мүмкіндігі бар шығар. Бірақ Айдананың көзқарасы қатал қалды. Онда жылылықта, аяушылықта жоқ, тек жылдар бойы жиналған өкпе мен реніш. Қария артқа шегінді. Еш болмаса алыстан бір рет көрейін, деді ол сыбырлап. Жоқ, деді Айдана, және есікті тарс жауып жіберді. Қария есік алдында тұрып қалды. Жүрегі ауырып, аяқтары босап кетті. Қабырғалар қысып бара жатқандай ауа қоюланып тұншықтырды. Ол баспалдаққа отырып, бетін қолымен жауып, жылай бастады. Көз жасы әжім басқан бетімен сырғып, ескі орамалға тамшылады. Ол осы сәтті 20 жыл күтті. Бірақ бәрі бір сәтте қирап түсті. Дегенмен үміті әлі де өшпеді.
Ол Айдана бала кезінде қуыршақпен ойнаған сол баспалдақта отырып, бір ғажайыпқа сенді, есік қайта ашылады, қызы оны шақырады деп. Бірақ уақыт өте берді, ал есік ашылмады. Көшеден өткен адамдар оған көз тастап, кейбірі жанарын тайдырып өтетін. Бәрі үшін ол жай ғана қартайған, жалғыз қалған әйел еді. Ешкім оның жүрегінде қандай ауыр жүк барын білмеді. Қария әрең қозғалып аулаға шықты. Ойын алаңында балалар күліп ойнап жүр. Олардың күлкісінен ол баяғыда жоғалған кішкентай қызының дауысын естігендей болды. Ол орындыққа отырып көз жасын тыя алмай, оларға ұзақ қарады. Іштей, мүмкін, солардың арасында менің немерелерім де бар шығар деп ойлады. Бірақ барып сөйлесуге, бауырына басуға оның құқы болмады. Аспан бұлттанып кеш түсе бастады. Қайда барса да баратын жері жоқ еді. Бұрын өз үйі болған баспана енді оған бөтен. Туған қабырғалар да итеріп тастағандай. Бірақ сол мұздай жалғыздықтың өзінде де ол іштей бір ғана сөзді қайталады. Қызым, мен бәрібір қасыңдамын. Алыстан болса да, сен білмесең де, мен кетпеймін. Мен сені әрқашан сүйемін. Ол баяу орнынан тұрып, пәрдесі тығыз тартылған терезелерге қарады. Ол жақта қызы Айдана отбасымен бірге кешкі ас ішіп, балаларының күлкісін естіп отыр. Ал өзі сол үйдің сыртында жалғыз. Қария түйіншегін кеудесіне қысып, соңғы сүйенішіндей ұстап, баяу кете берді. Кешкі самал оның ақ шашын тербетіп. Ол сыбырлап келе жатты. Мен күтемін, қанша керек болса да, күтемін. Қайда түнеп, ертең қалай өмір сүретінін білмеді. Бірақ бір нәрсені білді, оның үмітін ешкім тартып ала алмайды. Айлар өтті. Күз өтті, қыс келді, сосын көктем туды. Қария қала шетінде, шіркеудегі қайырымды әйел алып барған үйсіздерге арналған кішкентай панаханада өмір сүрді. Күндері бір қалыпты өтті, үй шаруасына көмектесу, дұға оқу, сирек серуен. Бірақ әр серуен оны сол бір үйге жетелейтін. Ол таныс кіреберістің алдына келіп, орындыққа отырып, қызы тұратын терезелерге үнсіз қараумен болатын. Ешқашан қайта қақпақ болмады. Айдана анық айтқан, келме. Бірақ ананың жүрегі ақылға бағынбады. Ол тек алыстан көру үшін келетін, балалардың күлкісін, қуанышын сезіну үшін. Кейде оған ойын алаңында бұрымды кішкентай қыз, немесе мектеп сөмкелі ұл бала көзге шалынып, мүмкін, менің немерем шығар деген ой келетін. Ол үнсіз отыратын, ешкім байқамасын деп. Тек кейде көршілер күдікпен қарап қоятын. Бір күні жаздың басында тағдырдың өзі араласты. Қария үйдің алдында отыр еді. Кенет 8 жас шамасындағы бір бала ойыншық қылышын ұстап жүгіріп шықты. Сол сәтте ол тайып құлап, жылап жіберді. Тыныш, балам, жылама, деді қария, тізесіндегі шаңды ақырын қағып. Бала оған тап-таза, мөлдір көздерімен қарады, және сол мезетте оның жүрегі дір етті. Бұл көздер Айдананың бала кездегі көздері. Қария демін ішіне тартты, жүрегі атқақтап соқты. Дәл сол сәтте кіреберістен бір әйел атып шықты. Санжар, деп дауыстады ол, баланы құшағына қысып. Қарияны көргенде Айдананың жүзі ашудан түнеріп кетті. Мен айттым ғой, балаларымның жанына жолама деп. Қария басын иді. Кешір, мен жамандық ойлаған жоқпын. Ол құлап қалды, мен тек көмектестім. Айдана ұлын бауырына басып тез кетіп қалды. Ал Санжар, ештеңе түсінбей, тоқтап артына бұрылып, кәрі әйелге қол бұлғады. Қария сол жерде тұрып қалды, көзінен еріксіз жас ақты. Осы бір кішкентай сәт оның соңғы 20 жылындағы ең жарық, ең жылы естелігіне айналды. Жаз өтті. Бірақ тағдыр оларды тағы да тоғыстырды. Қария базарда жүреді, ол кейде сол жерде жүк түсірісіп бір үзім нан табатын. Кенет айналадан айқай естілді. Тежегіштің сықыры, адамдардың жан дауысы. Жолға бір бала жүгіріп шыққан. Қария ойланбастан жүгіріп барды. Ол баланы итеріп жіберіп, өзі асфальтқа құлады. Машина тоқтады, бірақ оның тізесі қатты зақымданды. Көзін ашқанда үстіне еңкейген Айдананың абыржыған жүзін көрді. Жанында Санжар тұр. Анашым.
деді Айдана, және алғаш рет 20 жылдан кейін оның даусында суықтық болған жоқ. Ананы ауруханаға жеткізді. Палатада оған Айдана келді. Ол орындыққа отырып ұзақ үнсіз отырды, қолдарын айқастыра қысып. Ақыры үн қатты: неге сен бұлай істедің? Неге оны құтқардың? Барлық болған нәрседен кейін. Ана әлсіз жымиып қойды, өйткені ол сенің балаң, ал сенікінің бәрі менікіде. Сен мені қабылдамай қойған шығарсың, бірақ мен бәрібір сенің анаңмын, ал ол менің немерем. Тіпті сен ешқашан мойындамасаң да, мен бұны жүрегімнен өшіре алмаймын. Айдана басын төмен түсірді. Көзінде жас жылтырады. Сен білмейсің маған қаншалықты ауыр болғанын. Осы жылдардың бәрінде мен әкесіз де, анасыз да өстім. Сен мені тастап кеттің. Адамдар саусағымен көрсетіп күліп жүрді. Мен сені жек көрдім. Ана қолын созды, бірақ Айдана оны бірден ұстауға батпады. Білем қызым, деп сыбырлады ана. Мен өзімді күн сайын қарғадым ол жақта, тордың ар жағында. Өлгім келді, бірақ жалғыз үмітім сенің кешіретінің еді. Палатада тыныштық орнады. Терезе сыртында құстардың үні естіліп, ал тамшы-тамшы тамып жатқан тамшылатқыш уақыттың әр сәтін өлшеп тұрғандай еді. Айдана ақыры басын көтерді. Мен білмеймін, кешіре алам ба, бірақ мен ұлымның саған қалай қарағанын көрдім. Сен оны құтқару үшін өзіңді машина астына тастадың. Мүмкін, мен де тырысып көруім керек шығар. Ананың қолдары дірілдеп кетті. Ол ақырын жылады. Бірақ бұл көз жасында тек қайғы ғана емес, үміт те бар еді. Бірнеше апта өтті. Ананы ауруханадан шығарып, ол көп жылдан кейін алғаш рет Айдананың үйінің табалдырығын қонақ ретінде басты. Ол дастархан басында отырды, қасында Санжар мен оның қарындасы, қос немересі, олар қызыға қарап, күлімдеп отырды. Айдана сақ қарап отырды, бірақ бұрынғыдай оны қуған жоқ. Әже, сіздің бала кезіңізде қалай еді? Деп сұрады өрімдей қыз бала. Ана жымиды. Әже деген сөз оның жүрегін жылтып жіберді. Ол өз балалық шағын еске алды, қыста шана тепкен, жазда балалар мен далада ойнаған күндерді айтып берді. Балалар ауыздарын ашып тыңдады, ал Айдана үнсіз шай құйып кейде көзінің жасын білдірмей сүртті. Кешірімге апарар жол ұзақ еді. 20 жылдық жара бір күнде жазылмайды. Бірақ Айдананың жүрегінде алғаш рет жылылықтың сәулесі пайда болды. Ол өз балаларының сол ақ шашты әйелге қалай бауыр басып кеткенін көріп, қаншалықты ауыр болса да, қан мен туыстықты жоққа шығару мүмкін еместігін түсінді. Айлар өтті. Ана енді бұл үйге қорықпай келетін болды. Кейде түнде қонып, балаларға көмектесіп, оларға ертегі айтып, шұлық тоқып беретін. Айдана әлі де арақашықтық сақтайтын. Бірақ енді бұрынғыдай жатсынбады. Бір кеште балалар ұйықтап қалған соң, екеуі ас үйде оңаша қалды. Ұзақ үнсіздіктен кейін Айдана сыбырлап сөйледі. Білесің бе, мен көп ойландым. Өткенді ұмыта алмаймын, бірақ сенің қалай тырысып жүргеніңді көріп отырмын. Әрі мен бәлкім бәрін қайтадан бастағым келетін шығар. Ана басын төмен түсіріп, көз жасын жасырып үлгермеді. Рахмет, деді ол сыбырлап қана. Бір жыл өтті. Немерелері оны енді ұялмай әже деп атайтын болды. Ана оларды мектептен күтіп алып, бұрынғы ауыл тағамдарын пісіріп беретін. Айдана оның бар болмысына үйреніп кетті. Араларында өткеннің ізі әлі бар еді, бірақ сол көлеңкенің қасында енді жарықта пайда болған. Бір күні ананың туған күнінде бүкіл отбасы дастархан басына жиналды. Айдана анасын құшақтап көз жасына ерік беріп, алғаш рет 20 жылдан соң айтты: анашым, туған күнімен. Ана қызын құшақтап тұрып өксіп жылады. Өмір бойы ол азап пен өкініш көрді, бірақ дәл сол сәт нағыз ғажайып еді. Ол білді, өткенді өзгерту мүмкін емес, бірақ олардың қазір бар, осы мен